Такси бағасы мен қызмет сапасын кім қадағалайды? Біз бұл сұраққа жауапты ұзақ іздедік. Өкінішке орай мардымды жауап таппадық. Қазір екінің бірі такси қызметіне жүгінетіні жасырын емес. Ал баға аспандап тұр. Қарға адым жерге мың жарым сұрайтындары бар. Ал осы бағаға тосқауыл қояр құзырлы мекеме жоқ. Яндексте бізде қазіргі уақытта баға бұл динамичный ценообразование, динамикалық баға құрылым. Бұлар мысалы кейбір ауа райы немесе жаңағыдай қарбалас уақыттарда мысалы баға өзгеріп отырады. Жалпы такси қызметіне қатысты толыққанды ақпарат беру үшін біз толыққанды талдау жүргізуіміз керек. Талдау дегеніміз сол нарықты зерттеу. Нарықтағы жаңағыдай қанша бәсекелестік субъектісі бар, солардың жаңағыдай үлесі, солардың осы нарықтағы мысалы жаңағыдай қаншалықты қызмет көрсету деңгейін бәрін анықтау үшін біз терең талдау жүргізуіміз керек. Өкінішке орай бізде соңғы талдау тек 2022-де жүргендіктен жүргізілді. Содан бері қарай жаңағыдай бұндай талдау жүргізілмеді. Елдегі бәсекелестікті қорғау мен дамыту үшін құрылған мекеме ол бәсекелестікті қорғау және дамыту департаменті. Өкінішке орай бұлар да такси бағасына талдауды соңғы рет тек 2022 жылы жүргізіпті. Содан бері такси бағасына талдау жүргізілмеген. Себебі халықтан түскен өтініш жоқ деп отыр мамандар. Сондықтан да халықтың жиі қолданатын Яндекс, InDriver секілді такси қызметіне арналған бағдарламаларындағы баға әзірге бақылаусыз, жүйесіз. Кәсіпкерлік объектілеріне қадағалау жасайтын салық органдарының өзі бұған ықпал ете алмайтындықтарын айтады. Жалпы такси қызметі бізде қадағалау бағытында айтатын болсақ, ол шағымдар түскен кезде қаралады және немесе бір уәкілетті органдарда мәлімет түскен жағдайда біз талдау арқылы жасап, талдаудың нәтижесінде егерде кәсіпкерлік заңы бұзылған жағдайда біздерде нұсқама шығарылып тексеру тағайындауға мүмкіндігіміз бар. Басқалай жаңа жалпылай рейдтік шаралар ондай жүргізу қазіргі уақытта мүмкіндік жоқ. Заңсыз такси қызметімен айналысқан тұлғаны анықталған жағдайда хаттама толтырылады. 463 бап негізінде әкімшілік құқықтық бұзушылық кодексі бойынша. Ал көлікті бақылау инспекциясының мамандары биылғы жылдың 6 айында 136 көлікті тексерген. Нәтижесінде жолаушы тасымалына қатысты 27 құқық бұзушылық анықталған. Бұдан бөлек шетелдік нөмірлік 2 көліктің такси қызметін жүргізгені анықталыпты. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес шетелдік нөмірлі көліктерге жолаушы тасымалмен айналысуға тыйым салынған деп отыр мамандар. Шетелдік нөмірлік көліктер жаңағы тіркеулі, Армения, Беларусь, Россия, Ресей еліне тіркелген автокөлік құралдары осы Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексінің 575 бабына сәйкес республиканың аумағының ішінде, территорияның ішінде жолаушыларды немесе багажды тасымалдау кезінде оларға осы жағдайда рұқсат етілмейді. Такси қызметін кім қадағалайды? Жолаушы қауіпсіздігі мен қызмет сапасы қалай ұйымдастырылады деген сұрақты біз полиция өкілдеріне де қойдық. Өкінішке орай бұл тарапта бізді қуантатын жауап айтпады. Тәртіп сақшылары тек жол қауіпсіздігі мәселесі мен заңсыз такси қызметін ғана қадағалайтындықтарын айтып отыр. Жолаушыларды заңсыз тасымалдау бойынша барлығы 15 жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Яғни жолаушыларды, багажды және жүктерді тасымалдаудың қағидаларын бұзу бойынша барлығы 67 факт анықталды. Біздің ұққанымыз такси қызметін ұйымдастыру мәселесі жүйеленбеген. Олар бағаны да өздері қояды, қандай көлікпен жолаушы тасымалдаса да өз еріктері. Қызмет сапасы мен жолаушы қауіпсіздігіне қатысты сұрақ әзірге ашық күйінде қалып отыр. Жанат Көшкінбай, Батыр Жамилов, Жайық Пресс ақпарат агенттігі.